Awa Group Kitay ham Yevropa mamlakatlarining biznesingizga kerakli barcha turdagi uskunalarda yetkazib beramiz. Ma'lumot uchun telefonlar 395 27 27 375 70. Awa Group biz bilan birga o'z biznesingizni boshlang. Awa Group. Qo'llab qo'llab o'tiraylik. O'rtada Qaratov komandasi. Men sizga qayda adam bilan surishib berishim. Vaqtida bizlar mol bilan surishib bo'ldi. Mallarning ham o'zlarini so'raysiz, tili bor ekan. Undan so'radi. Yanada Qaratov komandasining konsertida ko'rishgacha xo'sh sog', salomat bo'linglar. Dünyada sonday adamlar var, bir ko'rgandan qanday adam ekanini ayıra olmaysan. Kulib жүріп ishik bavuruna kirib ketadi. Hozirgi tanıştırатын adamlarda sol adamlar qatarına kiradi. Aziz Nazar 1982 yıl Xo'jayli rayonida tug'iladi. Sol kuni basabas shuğladı. Uyinde ko'p ақша sog'ladi. Sol ақшаны topib maqsadida uyindan quvladi. Bilib bilmey Qaratov toparına qo'shilib qoladi. Dastanbek Tursunov Umurbayevich 1988 yıl 12 dekabr kuni radondan chiqib ketib, qaytib kelmagan. Bir qancha yoshlarda seni Toshkentga Kuvanga aparaman, seni chempion qilaman deb g'arazlan niyatini ko'p marta amalga oshiradi. Zivoddinov Rasul Baxtbayevich 1989 yıl 24 martda Qalliko'lda tug'iladi. Laqabı Tarzan. Uyindagilar yerkeletib taka deb chaqiradi. Onun ayriqcha belgileri asqazonida jarasi var. Sonu bilетін екі jorasi var. Ko'rgan bilgiler bo'lsa mazaxlab жүрмек, kuyimni keladi. Shuhrat Zarimbetov 1996 yıl qattiq qarjag'on kun edi ғой, bir yadingizda Sol kuni tug'iladi. Onun ayriqcha belgileri qizil rengli ko'ylak kiyganni yaxshi ko'radi. Biroq onun no degan jeri qizil menen qarani ayıra almaydı. Onun жақсы көрген rengi metalik svet ақ Nexia. Rahat Sabirov 1997 yıl Qo'ng'rat rayonida tug'iladi. Onun жаман көрген ovqati Danik qanday ovqatni жақсы көрсе, ол сол ovqatni жаман көреді. Оны Qaratov toparына түріңді көрсетпейміз, бетіңе смайлық қоямыз деп алдап алып келеді. Siz көріп тұрған бұл жігітлер Qaratov topары. Абайлы болың адамдар. Kişi zapиске түскен бәрі бар еді. Ne өшіп кеткен бе сонда? Yaxşı. Kaset беріп қиын болып кетті. Ассалаумағалейкум!
бойы ұзын, мынандай қарындай қабақ несі бар. Давай пойдешке отырамыз, давай. Арамызда 88'ler var mı? Kolla қуатлап отырамыз. 88'ler кеттік. Оу! Aramızda 82'ler var mı? 96, 89'da қарап отыр, ішіп кетмесін әй. Aziz, нешінші жылсың? Қаржылар түрлі ғой. Биыл нешінші жылсың? Биыл. Биыл где-то 82-ке тур деп қалады сол. Бол. Hürmetli dostlar, rahatsız ayda olarak biz de sizden yaman sağınıp geldik abi. Негізі бұл концерт өткен жыл болу керек еді. Оның үстінде қабарыңыз мына өткен жыл біздер мына Өзбекстан Қырғыз несінде біздер чемпионы болды. Сол біздердің жетістіктеріміз. Рахмет. Ол біздердің жетістіктеріміз, ол сіздердің жетістіктеріңіз. Сөйтіп өткен жыл чемпион болғаннан кейін біздерді көп жерге шақырды. Миллионға шақырды, бармадық. Бравоға шақырды, бармадық. Дизайнға шақырды, бармадық. Даже городдерге шақырды, бармадық. Сіздер бармаған шығасыз, бірақ мен бардым сол жерге. Жоқ, не қылдайды? Просто алжас шақырып отқан екен, ешне жоқ. Ondan кейін біздерді мына Қоңсы Республика Қырғызстан, Қазақстанға да шақырды. Біз бармадық. Себебі шетке барып біреудің кеуірін көтергеннен сіздер, әзіз достар, сіздердің кеуіріңізді көтерген біздер сіздерге бақыт. Алдыз. Қалай айттым? Қалай айттым? Прям галлады кіріп кеттің бе деді? Айрым адамларға сен ұтқан қызып отқан жоқ. Айрым адамларға 30 миллионды не қылдың оны соғызып болып тұрды. Растана, дастана алсын, не қылдыңыз растана? Бізде қабарым жоқ қой не қылдыңыз? Бұл не қамсыз, не қыласың сен? Не қылмағанда мен не қылмайтын болсам бәрі не қылып жүрмін деймін да. Ай, сен не қылып жүре берсем? Өзіміз не қылып жүрміз? Сондай ма? Кім ол? Кім? Әуелен бар, ассалаумалейкум, концертімізге қош келіпсіз. Демек, сіздерді көп күттірмеген қалда Қаратау командасын ортамызға шақырамыз. Олай болса, қошеметлеп, қолдап қуатлап отырайық. Ортада Қаратау командасы. Не қылып жүрмін? Үндеме. Смайлинг деген бала ғой, смайлинг. Спонсордың бала, спонсордың. Спонсордың ба? Қайта спонсордың өзі, мұнан қайта папасы шығаман деп көйдірді ғой. Өзім шығаман деп. Сен папасын айт, соңырақ ондағы сеансқа да кезін. Қайта айтып, балаң жібере берсе, қайта, сол үшін қалеген жерінде шығады, қалеген зат айтсын. Қалеген зат айтсын. Енді бағана 30 миллионға қайтайық. Бір адам тыныш жүре алмай қалды ғой. Базарда жүрсең, не қылдың? 30 миллион алдың ба? Кешегі не қылдың дейді. Таксиге кетіп батсаң, шопыр қайтып бат. Не қылдың? Кешегі 30 миллион алдың. Тап бір өзі мағандай. Не жұмысың бар деймін да? Біреудің ақшасымен не жұмысың бар? Біздердің жұмысымыз жоқ қой. Айнан. Сен кредитке жаңағы 30 миллион мал кредит деп алып, не қылдың? Мал алдың ба? Машина қойып жібердің бе деп жатқан жоқпыз. Растана ма? Ондай болса келісіп алу керек. Келісіп алайық. Келісіп алайық та. Келісіп алайық. Өйтіп біреудің қалтасында ақшасын санайтын болса келісіп алайық. Конкретно көшеде, мына көшеге, мына есіктің алдына жазып қояйық. Кімнің үйінде неше сом ақша бар, ақша қаяқтан келіп жатырыпты, доход қаяқтан түсті, 2 миллион қалай болып қалды, кімнің үйінде не бар, не жоқ, соны қабаға деп қыстырып қояйық. Дұрыс болады. Бармайды болады сонда. Үйдің алдына жазып қойсын. Қазірше біздің үйде 2 миллион бар, 500 мың біреуге қарызға беруім керек. Біреуден 1,5 миллион алуым керек деп. Сөйтіп жаңағындай нелер бар. Мына біреудің үйінде бір жаңағындай бір шарбая, бір ұрысқақ келіншек болатын болса, үйінің сыртына жазып қою керек. Осторожно, злая жена деп. Ол бала тістейді деп жазып қою керек. Дұрыс. Онан кейін мына өсек деген зат азаяды. Қалай? Мен мысал үшін көшенің басындағы Атабекке көшенің мына жағында тұратын Расулдың көбіл тағаны қызық болмайды да. Олай. Үйінің алдына жазып қояды, біздің үйде көбіл бар жақында алып. Мына гәплеріңіз болмайды. Мына гәплеріңіз есімде жастар бұзылып кетеді айтып қой. Осы мына жастардың қазір күйіні мәдениет бұзылып кеткен аз емес. Дұрыс.
жастардың күйіні мәдениет көріп жатсыз ба? Қалай? Кеп кетті шалбар киеді, кеп кетті. Нерге келеді? Топлейдің ішінен носки кемейді. Сөйтіп ортаны мынандай ашып қояды, мынандай қылып ашып қояды. Мына қарақым. Аяздайды ғой. Мынаны ашып қояды. Құрметті жастар, ертең тұрмыс құрғаннан кейін мынандай заттың өзі көзі шешіп кетеді айтып қояйын. Рас. Көп шаңырақлар мынандайдың кесірінен көп ажырасып кетіп жатыр айтып қояйын. Рас. Күлетін зат емес, ол серьезно айтып жатыр ғой. Одан мына қызларды айтамын да. Мына ашық шашық киініп көшеге шығып кетеді да. Сондай ашық шашық киініп көшеге шығуға қорқпай ма екен бұлар? Неге қорқады? Мысалы үшін мен кеше сол қызларға ұқсап ашық шашық киініп көшеге шығып көрдім да. Сөйтіп шығып көрдім, балалар келіп ұрып кетті даладан. Менің алдына шығып бақтың ғой сөйтіп. Сөйтіп мен үйге барғаннан кейін айнаға қарағаннан кейін өзім қатемді түсіндім. Не екен қатең? Айнаға қарағаннан кейін түсіндім, мен ана юбкамды теріс киген екенмін да, былай қарап. Сен ақымақсың сен. Басың істемейді сенің. Негізі ана юбкамды кофтамен түсіп тұрған жоқ еді уақытта. Оған не қылмай-ақ қояйын. Өзі сонда кейбір балалар бар өзі. Кім? Не? Өзі сондай кейбір балалар бар деймен. Сонда. Айта бер. Сөйтіп тағы не жаңағы? Не? Тағы не бұзылып барады? Не үшін қолданып жатырсың мәселе? Не заттар бұзылып жатыр? Бұзылған заттар көп. Мен азыр кеше жақында болсам бет ашып басладым. Бет ашып басладым да енді. Сол уақыт келген шығар деп ойлаймын да. Неге? Неге десем, мысалы үшін институттардың диплом бар, құдайға шүкір. Үйлендім, бала-шағам бар. Әрбір затты үйреніп болғаннан кейін бет ашсам болатын шығар деп. Не үшін айтып отырсам, не үшін? Неге айтпайсың? Кеше 2 күн бұрын 5 мәрте ажырасқан бала біреудің бетін ашты. Не қылды? Не дейді? Айнанан келіншек, ертең ант түскен уақытта бүйтпей, денеңнің айтқаның ғой. Мынаны нәсеппен қойды өзінше. Өзі 5 мәрте ажырасқан жағы. Енді олар басынан өтілгенін айтып отқан шығар, менің хаялымдай болма. Жаңа не қылды деп. Күйгенін айтып отқан шығар? Күйгенін айтып отқан. Негізі сондай балаларды бар ма? Сондай бет ашып жүрген балаларды. Мына келін бетін ашып отқанда таяқ ұстатып қою керек. Келін андай қылма, мынандай қылма деген ғана таяқ ұстатып тұрған деп тыңдайды ғой. Сөйту керек екен ғой деп. Дұрыс. Ondan кейін мына жаслар тойы бар ғой, кешкі той. Соған хайран қаламын да мен. Неге? Әмме зат келісімлі жаслар тойы болып жатыр. Тойдың ортасында ЗАГС кіріп келеді. ЗАГС келеді. Сөйтіп әмме жақ келісімлі. Сен сұраулы қараса, құрметті Дастанбек Тұрсынов, сіз Базарбаева Азимаға үйленуге разысыз ба дейді. Сонда мынау яқ десе той тарқай ма сонда еш болмайды. Қайтып кетіп жатыр. Сонда қиған ленталарды қайтадан жабыстырып жүре ме ондай? Сонда ішкен арақтан қайта деп шешіп қоямыз сонда мынандай. Болмайды ғой мынау, болмайды ғой. Көз алдыңызға келтіріп көрейік те. Келтіріп көрейік ал, мәселе мынандай болады, қарағандай. Құрметті Дастанбек Тұрсынов, сіз Базарбаева Азимаға үйленуге разысыз ба? Яқ. Тоқтат қойды. Яқ дейді ғой. Болмайды, қайт. Болмайды? Сөйтіп кетсе бола ма? Келіспейді ғой мынау. Келіспейді ғой. Оң орнына қазір проблемалар хақында сөйлесейікші, берекет бар. Проблема бар ма? Проблемалар туралы айтайық па? Айтайық. Кеше біздер балыққа бардық. Базар Сенкіге. Кеше біздер балыққа бардық, базар Сенкіге деймен. Не, таза балықлар келген ба, не зат? Яғау. Сатып алдыңыз ба? Кеше ертеңі жауын жауып, бана базар Сенкіге көл болып қалған ғой. Соған қармақ тұрып отырып қалдым. Не ғой? Ұстадыңыз ба? Ұстадыңыз ба? Қаяқтан ұстайсың? Маршруттар бірісі газет бұлай, бірісі маршруттан өтіп деп. Сен басын істемейді ғой. Ол елге де бір қармақпен балық ұстып бола ма? Торт тастамайсың ба? Бәрін аласың ба? Сондай зат айту керек та. Сондай зат айту керек. Жауын шашын болып дегенде ана біздердің базары Сенкі бұрын нәм-наған көл болып кетеді не? Дұрыс. Нәм-наған кісілер жүрген шол қой. Суды кешіп. Суды кешіп та. Бұратыла сүйенді бар ма? Нәм-наған көл қылу керек. Базар Сенкіні маршруттар басқа жаққа жіберіп, нәм-наған көл қылу керек. Үйрегі жеріне жіберіп қоя бересің. Живой балық алып кете бересің да былай. Сіздерге түсінбеді. Ата-бабамыз айтқан ғой, ата-бабамыз айтып кеткен. Жаманын жасырып, жақсысын асырып айту керек деген. Не айтып отырсыз? Басқа жоқ қайдан жатырсыз? Бар. Не зат айтам? Базардың қасында бітпей тұрған көпірді айтайық. Соны айтайық, кеше мен басын ұрып алдым, содан кейін кәсіпке жүріп қаласың. Ата-бабамыз айтып кеткен демен, жаманын жасырып, жақсысын асырып айту керек. Не айтып отырсыз?
Aytayık mı? Başka problem aytayık mı? Nüks City deydik. Ana 30 etajlık zdanyanın 16 etajı kurulup atkan aytayık. Ата бабамыз айтып кеткен деп жатқан ғой. Ата бабамыздан айтып кеткен ғой. Ай, сен ата бабамыз айтып кеткенде бір сен бір қызық екенсің. Ата бабам қышымау болған ба деймін сенге? Мен ата бабам қышымау болмаған. Мен ата бабам көп затты білетін болған. Кім болған? Блогер болған. Azizler, konsertimiz davom etadi. Жаңа ғана көргеніңіз Қаратау командасы еді. Бір қошемет болсын. Енді ортаға өзлерінің әжайып әзілдеріменен және бір мәрте Қаратау командасын шақырсақ, бір қошеметлеп, қолдап қуатлап отырайық. Қане Қаратау командасы. Оянып кетпесін. Ұйқылап жүрмеден ме? Оянып кетпесін. Шақырсақ дейді, біз көрмей жүрмін. Артында да мısın? Ендімесі ақшасын алмашы да. Ақшасын ап қойды ол. Нағара, негізі, нағара жігіттер, ойлап қарасам 8 күннен кейін 8 март екен ал. О, 9 күннен кейін 9 март екен ал. 10 күннен кейін 10 март ал. Неде бұл? Ойламаса, Не? 8 мына концерттің негізі 8 мартта беру керек еді. Не бар? Не бар? Беру керек ғой, әйелдеріміздің, қыздарымыздың байрамы. Ескі ма бізде? Вообще сондай. Хабарың бар ғой, 8 март әйелдердің байрамы ғой. Оның үйдің байрамы естіп тұр құдай. Сен де ес байрам қап тұрмыз ал біз, рас. Сонда біз үйде календарь сұрап өтіп кеткенбіз. Қайдым ол? 8 март, һәмме білет, жылда белгілеп адамыз. Әйелдеріміздің, қыздарымыздың байрамы. Білемен, Айсаға білемен, сөйтіп ұмыттық жіберекші 8 мартта. Неге ұмыттырамыз? Ашуың келетті. Мына біз еркектердің байрамы 14 январ ма? Ал? 14 январ өтіп кеткеннен кейін 15 январдан обедтен кейін біз үйден кетіп кетеді. Ал айтқанда кеше 14-ші байрамымыз екен ғой. Ал байрамнан мені түстен кейін айтады да оны түстен кейін. Ал? Адам арын келмейді ме? Арын келмейді адам деген. Қой, Расул, қой. Не керегі бар? Қой, өйтпесе кім? Керегі бар? Өйтпесе кім? Қойса ке? Қойса? Ұятта ол, Қойса? Концерт атқарып алайық, береке тақпын. Концерт атқарып алайық. Мына қадады? Өзіңе кел. Өзім басым алым, яқшы. Бірақ, бәрі әйел адам деп атырмыз ғой. Бәрі мен келіншегімен гәп жоқ бірақ. Айта соны. Сөйтіп айтшы сен. Мен әйеліме ұлма гәп жоқ ал. Мен әйеліме ұлма сөз жоқ ал. Неге? Гәп жоқ, қорқаман айтуға. Оны қой, оның орнына мына Дастан ағаға әйелін айтайық. Дәстанның әйелін айтып сен басың сыйма сен? Дәстанның әйелін өзі айтып сен не қалсың бұның әйелін айтып? Біздің әйелшілердің әйелден істеп қашансыз қайтасаң, анау әкеп бер, қашан қайтасаң, анау мынау деп оны кете бермейді ал. Ол олмас, оны беріп қашан қайтасаң, демейді ол ма? Басы соны кетті. Неге? Зоны кетеді, амайман да, асан қайтады осыра қашан қайтасың. Енді көпшілікке қызық болып тұрды, енді Әзиз аға, сіз енді көп уақыт болды тұрмыс құрмасқа. Енді неме, сізге зоны кете ме? Жасы болмайды. Ұлымыз бұна кетпейді ол. Молодец, Ұлыма қайтасам ба, қашан қайтасам ба, ұлымыз бұна кетпейді. Ұлыма айтпайды өйтіп. Неге? Мен өзім зоны кетіп, айналайын қашан қайтайын, бүгін ертең емес пе деп. Енді мына Шұқыраттан сұрамай-ақ қояйық, Шұқырат жақында үйлендім. Пока бұда бәрі зор сұрасаң. Сұрап көр. Шұқырат енді семейный жағдай қалай? Зор. Бұдан где-то бір 5-6 ай өткеннен сұрау керек, сонда бір өзгеріс болуы мүмкін. Көз алдымызға келтіреміз, 5-6 ай өтті. Сұра. Шұқырат енді бірталай уақыт болды ғой, семейный жағдай қалай? Зор. Неге? Ажырасып кеттім.
Azizler, kontsert бағдарламамыз sizlerге ұнап жатыпты деген үміттеміз. Концерт давам етеді. Енді ортамыз Рахатжан, кешіресіз. Бір минут уақытыңызды алып. Мынау өзіңіз бір бізге тема қойып берсеңіз, көрініс. Қандай көрініс келеді біздер, соны ойнайық. мен айтқанды қыласыз ғой. Сен не айтсаң соны ойнаймыз ал. Қалеген көрініс қой. Қайт десең қайтып кетемін сен. Спонсордың баласы айт, қалеген затыңды айт. Рахмет. Айт, Қалеген көрініс. Таярлан онда. Қайран, қайда қайда. Және бір мәрте қош келіпсіз дейміз. Қаратау командасы өз көріністерін бастайды. Біздерде дәстепкі көрініс өзіміздің Қарекеңнің жігіті шет елге барып өзінің күшін көрсетіп жатырды. Қазіргі күнде көпшілік жігітлер біреумен сөзге келіп қалса, ямаса бастығынан габесте бір ашуын сөгіс сөздермен, ямаса сөгініп ашуын басқандай болады. Демек, көз алдымызға келтіріп көрейік, дүния жүзінде ұлыма сөгіс, ямаса сөгіну болмаса қалай болады? Шаңырақта болған оқия. Сындығы мынау! Сындығы мынау! Сындық ауған не бұл? Папа. Машын тұрып ал. Давам етеміз әзіздер, бәршеміз 1941 һәм 45 жыллардағы екінші дүния жүзілік ұрыс хақында фильмдерді көргенбіз. Сол фильмді көріп атқан уақытымызда ұрыс майданында себепсіз өліп кеткен адамлар болған. Қаратау командасы әзілге алуға әрекет етті. Ұрыс майданында, ұрыс уақытында өтірікке өліп жатқан әскерлер болса қалай болады? Мархамат көріңіз. Алло. Ау. Шұқырат. Қақтас. Қалос бітті. Қақтас өзің? Салма бетте жатырман. Не дейді? Салма бетте жатырман. Қастағы неміс бір зат жеген бе түнімен. Олмаш, жату қолай соп барады. Неме? Әз жағылар қақта? Олар ақы құрып бағана таңының алдатсын жоғырып барадыр. Қарамадыр. Қалып. Ешер ақы көрек қо. Ақы өзбәтті. Қане қайлады жатсын қол көтер жүрмесесін. Ой, қатырды ғой. Жақсына көтерсін бе көрек? Көрме? Насыбай жоқ па? Насыбай? Бір атым қарамайды. Тыңда қағаныңын бір атым. Барсы берсем, мына немістің еседіген. Мұрынды жарып барадыр ай. Әстен кен, әстен. Әстен. Айзақ емес пе? Айзақ ол? Дастан шұқырат тайын, неміске атыр тайын. Давам етеміз әзіздер, әзіргі күнде дерлік бәрсе адамның басында кредит бар. Ай соңына келіп, банк қызметкерлері звонок өтіп, кредит төлеуін сұрайды. Бұл барыста меніңше кредит төлеулерін банк қызметкерлері үйге келіп алып кетсе керек. Мархамат көреміз. Кел. Саламалейкум. Банктен қарыздарлығы бойынша келіп тұрман, кредитті ғана екен, соны бір төлеп көтің. Кім, атпаймын кім? Әзиз кім? Назар. Қайсы банк? Асака. Болат. Паспорт. Не паспорт? Мен рас солсам ғой, сол емес сен біле жеш, паспорт берші. Тез болса, қалған банктарын күттіріп дала. Адамдардың не болып кеткен? Судан қарызың бар екен ғой. Судан қарызың бар екен. Не қыл?
істейді деген справкаға жұмыс істейді деген. Қоя қойшы енді, ол заттар жоқ қой енді, жоқ қой енді. Мен білмеймін ғой, басқа банкке өтіп кеттім, мен қаяқтан білемін мен? Еңтін справка. Әке, істейді деген справка әке. Справканы алып жүргенде жүгіне. Аха, болды. Енді бір кепіл әке. Қойса енді. Кепіл әке. Жоқ кепіл, қаяқтан алып келемін саған кепіл. Мен саған пұл беріп жіберсем, сен оны өзің қарызға төлеп жіберсем, мен білмеймін мен. Қасына кепіл керек қой, кепіл. Соны гарантия беретін кепіл керек қой. Алдамаймын, бере берсен. Алдамаймын, ақшаны бер, апарып төлеймін. Мынандай ғой онда. Бастығымен суретке түспайды. Күніне көремін оны, неге суретке түсейін? Бастығымен фотоға түсіп қайт. Керек, документ, қызмет. Не қыламын ол адамдармен суретке түсіп, не қыламын ол адамдармен суретке түсіп, не қыламын мен? Мен сізге қайда адаммен суретке түсіп қайт деп отырмын. Уақытында біздер малменен суретке түсірдім. Har bir mamlakat o'z tarixina ega. Demak, ko'z oldimizga keltiramiz 3000-yil tarix sabog'ida o'tirgan studentlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli studentlar. Bizlar sizlarga tarix sabog'ini o'tamiz. 21-asrning ba'zi 21-yillardagi nögüsті айтып бере жатырмын мен саған. Мынау сол баяғы 2021 жылдың нögüsі мынау. Ой, нögüстің құпсы. Осындай болған. Нögüстің көрінісі. Енді мынау мінекей қазіргі нögüс мынау мінекей. Қазіргі нögüс мынау. Өзіміздің жасап жатқанымыз. Қай жері бұл? Қоскөл 4 қой мынау. Қоскөл 4. Енді есебете бір Қоскөл 4 мынандай болса, сендір қандай көтердің? Дұрыс. Себеп мынандай болуына себеп сол замандағы алып барылып жатырған саясаттың үлкен жақсы алып барылған нәтижесінде осындай жерде жасап жатырмыз біздер. Дұрыс. Жасап жатырмыз. Енді сіздерге бір сол замандағы бір нелерді айтып берейін, мәдениет хақында бір айтып берейін. Қаратаулар деген бір Қаратаулар деген бір үлкен команда болған сол уақытлар. Қандай? Қаратаулар деген. Қаратаулар деген үлкен команда болған. Қаратаулар тек қана тұран үйлер һәм жайқын үйлерден түсірілген олар. Тұран үйлер һәм жайқын үйлерден түсірілген. Кейін олар мына Ташкентке барып мына миллионилар, буравилар, дизайнерлар менен өзара қарым-қатынаста болған. Көп жеңіске жетіскен олар. Себебі жеңіске жетісудің себеп олардың har отқан жеңісі оларды қатты қолдап тұратын болған. Не болған дейді? Жеңісі оларды қолдап тұратын болған. Түсіндіңіз бе? Енді бізде қызықта енді Қаратаудан басқа қауымдар. Қаратаудан басқа қауымдар болған. Пегасилер болған. Кейін Бақакилер болған. Немене шұғылама болады? Енді немене шұғылағанда мен анық сондай бір приколлар бар, нелер бар. Қазіргі уақытта тиктокология, вайнология деген қазіргі нелерге титар саған. Қазір жоқ болып кетті ғой олар. Енді ол Қаратаулар деген мәнісі не болған өзі? Қаратаулар деген мәнісі бұл Қаратау деп олар не қылды? Беккен тау деп. Таудай болсын деп. Таудай болсын деп. Енді оны түсінбейтін базы біреулер оны ішімдік деп ойлаған. Демек бұнан келіп шығады. Тауға қарасақ, арақ деп ойлайтын болған, араққа қараса тау деп ойлайтын болған да. Сондай неде жасаған ғой. Сол уақытлар болған. Енді сіздердің мына қазір мына оқып отырған аудиторияңыз бұрын театр болған ал. Театр болған. Бұрын театр болған сөйлер. Театр болған. Қазір поточный ғой. Қазір поточный. Қазір неге поточный? Ол уақытта мына театр деген алу қатты қиын болған ғой. Мүмкін емес ой. Қазір қатты қиын болған. Не болған ол? Сөйтіп жаңағыдай реклама кетіп болғанда бір күн альбом істей беретін болған ғой. Сондай болған, сондай приколдар бар. Ана ютубтан көрсеңіз болады. Ютубтан неғып сондай приколдар бар. Сөйтіп уақылар не болған тағы? Ол уақылары мына приколларын айтып берейін. Студенттердің несінде коррупция деген зат болған. Коррупция? Не дейді? Коррупция деген. Коррупция деген зат, мысалы сіздер менің сабағымнан өту үшін сіздер маған пұл беретін боласыздар. Сонда, тоқтап тұрыңыз, мұғалім түсінбейді. Сонда һәм сіз мұғалім білім балалар ақша беретін болған ба сонда? Сол уақытлары һәм білім алатын болған, һәм ақша беретін болғанда, мысалы аз мен сіздерге бір ақша беріп оқып кетіңдер, мен сіздерді шақырып кетпін ғой. Ол ондай емес та. Олар жаңағы ақша беріп не алатын болған. Сонда мұғалім, сонда олардың бір өзі біліммен өтуге бір бас жетпеген бе? Бас жетпеген де сол. Сол дәуірлерде болған шығар. Енді сіздердің араңызда мына неден шетелден келіп оқып жатқандарың бар шығар. Елена сен қай Мен. Қай келіп отырсың? Лондоннан келдім. Қаралпақ тілін білесің бе? Тарихты білу үшін Қаралпақ тілін үйреттім ғой. Сау болған екен.
Дүнияның айлануын қарасам деймін да. Баяғы біздер мына Лондонға бару үшін шет тілдерін үйренді. Енді Лондонның адамдары біздердің тілімізді үйреніп, біздерді оқып алды да. Қоскөл 4-те. Лондонның адам Қоскөл 4-ке келіп осындай оқып алды тұр. Молодец. Енді осындай себебі және бір мәрте естетіп өтейін. Маңдай қылып жасауымызға себеп сол уақыттағы алып барылған саясаттың әділдігінің арқасынан осындай дәрежеге жетісіп отырмыз біздер. Дұрыс. Жетісіп отырмыз. Себебі олардың өздерінің мынандай ұраны болған. Қандай? Мынандай естіп. Сәл азырақ сабыр етің, бұл жер ені зор болады. Ватан деген кіндіктен қан тамған жер, ватан деген ата-мекен туған жер, ватан деген. Рахмет, біз ақыр көрісімізді тарихқа бағышламадық. Себебі біз үлкен ұлы ата-бабаларымызбен мақтанамыз. Біз ниет етеміз біздердің әулетлерімізді, перзенттерімізді бүгінгі күнді айтып, тарих қылып мақтанып жүруін біз қалеп қалған болар едік. Қаратау командасы концерті давам етеді әзілер. Ауа Group Китай һәм Европа мамлекетлерінен бизнесіңізге кереклі барша түрдегі үскінелерді жеткеріп береміз. Мағлұмат үшін телефонлар 395 57 57 375 50 50. Ауа Group бізбенен бірге өз бизнесіңізді баслам. Ауа Group. Демек, Қаратау командасы өзлерінің екінші шығуын баслайды. Өткен жылы мүшел жылына қарағанда бәршеміз білеміз тышқан жылы болды. Енді осы жыл болса сиыр жылы, яғни мал жылы. Біз білмейміз екен, маллардың өздерінің сөйлесетұғын тілі бар екен. Демек, көреміз, белгісіз ферма, белгісіз қора, маллардың өзара сөйлесуі. Ал, маллар қалайсыздар? Ал, балалар қалайсыздар деген не қылдың өзден? Маллар Үсбел құдағайсы біздердің жылымыз. Үсбел біздің жылымыз емен. Қалай сен жылың болады? Елі 40-ың болмады, 100-ың болмады елі. Ал мен біздің жылымыз дегенде Үсбел мал кредиттің көкесін көресін деп жатырмын. Мал кредиттің. Ол ешке мал. Жақыннан бастап, естіңіз бе, алттан кейін қорадан шығуға болмайды дейді ол. Олай сән, алттан кейін қорадан шықсам бұл тамам дейді. Қайтып қораға кіргізіп жібереді дейді. Блогер деген шыққан ғой, блогер. Ол мал ма, адам ба, қарамайды дейді. Сүретті қораға тығып жібереді. жаңа блогер деген зат па? Онда ана кеше біздің қораға келгенде блогер шығарсың онда, не? Кім? О кеше сағат 8-де былай қорадан шығайын, былай шетінде маған не тұрды былай. Бір уақыт біреу келді, панарыңы жағып деп, айрандып мен түсіріп алды деп жаңа не қылды. Үйкі сөйлесіп алды деп, не? Жаңа мен түсінбейді деп ойлайды ғой, жаңа адам. Мен бәрін түсіндік пе, бәрін түсіндік. Не қылды дейді? Мен не қылдым шеш? Не қылды едің? Үндемедім. Үндемей дұрыс қыпсан. Дұрыс, үндемей дұрыс қыпсан сен. Бұл бәрін кәпке түсінбейді қолады. Онда кешен алдында күні шығарам менімше. Түнгі 3. Хәсет ұйқылап атыр едім ана қылып. Бір уақытлары жаңа қабырын тарс етіп ашты, панареген жаңа камераға түсіріп, ал бұл нелер түсіп дейді. Оны кетіп жаңа зорға ашкемді тауып алдым жаңа. Ашкемді тақтында зорғана терімді жамылып алып ұялмайсам ба дедім мен. Қадырға сонда сіздерден теріңіз шешмей қойсыз болсын да? Конечно. Шарайт зор, теплый пол, астымыз бәрі нормально. Теплый пол болмайды аты? Қазайын 50 миллион кредит қойып соңады. Қазайын дегенде мен суыққа бересің ба жақында? Қандай? Перманың басығы жақында баласын үйлендіріп той бере жақ дейді. Ал? Не болыпты? Соған үшеуміздің біріміз кетіп болғанымыз мүмкін отыр ма? Сен қорқпай қой. Көп болмаса 4 табақлық боларсан көп болса. Қорқса мына қорқу керек. Сен кетіп қаласың ба деп тұрмын анау. Не қылайын, алдыңа әкеп жемді бергеннен кейін, жей бергеннен кейін семіп кетті қой. Ассың о, берекет таппар, ассың о. Мен саған неше мәрте айттым. Өткен жылдан бері айтамын саған, аз бас фитнеске қатына деп айтамын.
Fitnessке барсаң не болады? Фитнеске барсаң фитнес боласың. Ал. Малдай болып тұрған, малдай болып. Ал міне қассабаға, құда қаласа ертең баланың тойына мына қара тананы соямын. Ұсын соямын. Сен өзің басқасында болып бір пышағыңды әйтеп әстен басай берсең болады негізі. Бола ма? Жүр, мына жақта пышақларын көрсетейін саған. Мен соямын дедім мен. Қызыл тана деп айттым ба жаңа? Енді не қыласың, тағдыр екен енді. Көр өзің енді, былай көр. Не қыл? Біздерді көрмедің деп айт. Сұраса біздерді жоқ деп айт. Көрмедік деп айтамын деді сіздер. Айтсаң, танисың ғой біздерді. Атасыздар. Мен ассалаумағалейкум, yaxshimisiz? Жаңа не қара тана бар еді. Ол қара тананы жаңа алып кетті ғой былай қорасына. Солай ма? Ава, тананы соймайтын болды. Ава, орнына көшеде қояйық деді ғой. Сөйте қойсын. Сөйте қойсын. Бара бара. Ұйықтатшы кетті мұна. Қалай сен, қалай ұйықтат? Мал болып тұрып, қалай ұйықтаттың сен? Енді адамдар бір-бірін ұйықтатып жүрді ғой. Мал болып тұрып, бір адамды ұйықтатып көрейік те біздер. Бәрі біздің үйбетте мұна біздердің маллардың қадірі жоқ ғой. Біздердің маллардың қадірі жоқ. Бір болса бол анаған сояман дейді, бір болса бол андай қыламан дейді. Бір мына Индияның малларына әуес етемін де мен. Ой, мына Индияда мына мал дегенде бар мына құда күткендей күтіп тастайды ғой. Құда күткендей қылып сыйлап, жаңа өйтіп бүйтіп басына көтереді да. Мен сол мына Голландияның малларына яман әуес етемін да. Банкі енді жаңағы не. Сүт береді, банкыма сүт береді деймен де жаңағы толтырып 3 литр 4 литр береді жаңағы. Ешқандайым қазір мына Голландияның малларын деп әкеп жатыр ғой. Ешқандайым олай шомарайда бір малды алады, құлағын теседі, мұрнын теседі, әкеледі. Сондай ма? Қайда сол Голландияның маллары деп ауылдың балалары бұзылып кетіп жатыр. Көп зат солардан үйреніп жатыр. Ені? Ол жаңа мұрын тесу, құлақ тесу. Кейде мына қалалық жерде мынандай малдар бар. Қалалық жерде мынандай мына салманың ішінде жаңағы жатқан ана картон қағаз, жаңағы мешокларды алып жеп жүрді да. Мен соларға айтамын ғой, соны мақалдарға апарып тапсырып, сөйтіп ақшасына да шөп алып жесе болады ғой деймін. Бас істемейді де оларды. Соны енді. Енді не болса да сол Голландияның малларына жетпейді, соларға яман әуесім келеді. Неге? Басында кредит жоқты бұлардың. Ояған бар. Енді біздердің қазайындар біздердің қадіріміз білмейді алайды қойды. Біздер деген атымызға кредит алады, үстімізді ішеді. Біздер өлген уақытта да пайдамыз тигізіп кетеміз ғой. Сол ғой. Көшімізді беріп кетеміз жеме. Қалай дес қалады ғой біздердің қабылық дегенде біздердің. Сүйекті қалай дес қалады? Ішіндегі жіліктерді қағады және мынандай. Жоқ болып кетесің. Мына гелемсіз бар ғой кеугеннен кейін. Қорағалдырып қояды мындай. Түсі өтпейді, болмаса сүйектерімізден жия қой. Негізі сол біздер мына қорада емес, негізі үйінде сақлау керек. Мінеки, мына балалар не кредит. Мінеки, мына балаларды кредитке ала бересің арқайында, өз 3 мал қалып көресің өз нәрсене. Көркесі болса, сол кредитке қой. Болды, көре бермей кеттім ал. Болды, рахмет. Ал, қалайсылар маллар? Шүкір қалай өзі салмасылар ма? Деп айтқаныңа да гәп көрсетеді дейсің ау? Сіздерден түсінемін, сіздерге де ақсат емес. Так бір көрек қане мына балды көрсек қан. Мына төмелеу. Төмелеу деп. Сиыр сипағанды білмейді деген рас ол негізі. Біздер сипағанды білеміз, сен қайыр сипауды білмейсің. Банктен кебем. Неме? Қайсы банк? Агробанк қол. Агробанк бе? Неге 15 миллион, 13 миллион адамыздан мен түсіп берейік. Шәпіміз. Агробанк ба? Агробанк. Не бар біздің жора салалақ істеп жатыр ма? Сала, қаралау бетан келген, ұрып бет ал. Ұрып кетті ба? Ұрып бет. Түсеміз керек құласы. Сөрт кетсі керек. Болды, түсеміз ғой. Түсіп берем, жақсы. Деп түсіп ойыншық, Өй түспесе? Кеше халық банкқа сөйтіп түсіп бердім. Екі бір болып кетпесін басқасын. Сол, басқаша Жимойлы түсі оңай, жимойлы. Басқаша қылып. Таяр тұр бала. Бір. Ілді Енді аз 3 дегенде соң сіз қа? 1, 2, 3. Науың саз кетті ал. Бірге түсу керек еді, кім бар? Жаңа, қасен қағайды. Түсу жоқ. Саз.
түсіре ғой. Жаңағыдай қылып берейін ба? 1, 2, 3. Гиф қылып берейінші ше? 1, 2. Хаба! Солай алып берейікші. 1, 2, 3. Хаба! Ya, çatki. Ya, nima? Ha? Neç milyon alacaksın? 30 milyon. Töle alsam bakayım arkaya. Töle mi? O dengeni bok etmeyip koşun da töle almaya. Töle mi? O kinci ana niye ödep abatsın? Kanday mı alabatman dep atsın? Kanday? Buğa koy енді, buğa dep atsın. Buğa? O? Suyunu etip aldı boş bereketті. Kişi жақында бір сауын сүйетіп жашып берген соны. Өлдік мынандай қылсақ. Ертеңінде тексеру келді. Ұялып қалды қол. Сауатын жеріп сіздеп жүр, жатып алып қамеміз. Сіз жатсаңыз, мұны қашып кеттім, ama қашып кеттім басқа жаққа. Сүйені өтіп арар болшы, берекетті. Ябырай болып қалай деп. Кейінен, қайғырма. Сен банкте істесең, бизнес план бар ғой бір. Сен менен істейтін. Екеуміз істесеміз бе? Екеуміз, сен банкта... Неше проценттен? 50-50 бөлсе береді. Түскен пайданы, я? 50-50. Түскен пайданы 50-50 бөлсе береді. Я вообще келіспейді. Қалай 50-50? Документтің бәрін мен істеймін, жұмыстың бәрін мен істесем. Маған 70% дей болса. 70 болса 70-ке 70 онда. 140 болып кетеді ғой. Ар жағындағы 40-ты 20-20-дан бөліп аламыз ғой, айнайын. Еще ар жақта 50 бар, ойла, қане. 50? Болады 70% болады кен, Бола ма? Болады ғой. Соны көрсе адамдар. Болды. Документтерін бәрін алып келемін, екеуміз сөйтіп кетсіп жаңағыдай. Болды. Қатырамыз болды. Болды. Ай, мына банкіде кім болса соны ала береме деймін, я? 70 деген білмейді ол. 70-ке 70 деген болмайды ғой банкіде. Я сен жаңа сала деген жораң ұрып кетті дедің, не? Сол ғой, жеп кеткен деді ме жаңа? Жеп қойған ба деймін? Жеп кетеді дегенде кеше біздерді жайлауға жайдық айтқандай қыз. Жайлауға жайдық. Сөйтіп жайлауға барсақ жейтін естат жоқ ал. Тағырып кеткен ғой. Ең жаман сол да. Біреудің жеп кеткен жерде сені апарып қадайды. Енді біздердің алдын жеп кеткен бұрын жеп кеткен шығар. Қазық қылып қағат сөйлге. Кеше мені қазық қылып қақты. Біреуді жеп кеткен жеріне де. Қазық қылып қағат ма, жібің жеткен жерге дейін зорға жейсен жағынан. Біздер қолымызбен деп алып жеп жүр. Ал, неге? Кредитке сиыр алып едім жаңа. Оғадан бұрын сиыр алып едім, сол сен қораңа күтте қойып тұрсам. Басың істемесең, біздің қораға сыймайды ғой. Сияды. Сыймайды, өз қора күтте қоқыра дейші. Ай, сияды, не қылмаса, сыймаса кезектесіп былай шықтырар біз. Енді хотя бы шөп пұлымды берейін, тұрып тұрсын, алып кетемен. Білмеймін, сыйса тұра берсін. Болды, кеттік ана, балаларын өзін қалдырайық. Нашарма келді. Малындас? 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 Деп қояды дейді. Қалай? Жас кеттің малындас? Малындас? Егер дейді. Не дейді? Егер дейді. Қораға намақрам сиыр келген кезде жас таналар оған мөлеуі мүмкін емес деген жер бар. Және, не деген жер бар, және? Ондай жерге жасы үлкілеу таналар жақылап сөйлесіп. Енді сиырындас сіз келген кезде қорамызға бір жақтылық кіріп пайыз келгенде болды. Егерде дейді үлкен мал дейді, кішкентай сиырға сөйлеген уақытта дейді. Кішкентай сиыр сөйлемесе дейді, үлкен мал орнына келіп отырған мақұл деген жерлерін бар бірақ. Қойбайға қоса болады ғой деген жерлер бар дейді. Егер дейді, жас маллар үлкен танаға сөйлеген уақытта аулан болады деген.
Кейін жаңаға үлкен тарадан деп қолын деп кешірім сұрауға да жүріп деген жерлер бар деп сондай. Ай, мағлар, өзімізді бір өйтіп көрсете бермей, мәдениетлі қылып, өзіміз бір ұстап, бір мәдениетлі қылып сөйлесек те олмайды. Ләбіңіз де палыңыз. Көзіңіз де қалыңыз. Ауызда тұра берместен. Төрге келіп алыңыз. Мына зорда тұр ғой. Дегішпелі сиыр дегішпеге келеді. Дегішпесі сиыр су ішпеге келеді. Мына шөліп тұрма дейін су қарпайды. Ай, отыр. Есіктің алдында тұрмаңыз. Ондай әдепсіз болмаңыз. Сұлығына нашар не екенсіз, жарасып тұрды формаңыз. Ей, мынаны кім айтады екі танан әкесі деп? Кім айтады екі бұзаудың әкесі деп? Ал, маллар! Сілерге жақшы жаңалық бар. Қандай? Әмеңіздің басыңызда кредитті той тастадым. Бірақ деген жері 200 миллион кредит алады, соған кепілдік жібереді. Рахмет әзіле бір қошемет болсан қалай. Концертіміз рекламасын көрген болсаңыз, концертімізде жанлы хавас һәм фонограммадан пайдаланады деді. Сол жанлы хавас мен. Әзіздер, концертімізді давам еттіреміз, тек қана бізе мейманда қосышылар емес, ажайып команда бар. Қошеметлеп отырайық, ортада Pegas Show командасы, мархамат. Hürmetli қаралар, бәлшіміз карантин қағидаларына амел еткен халда неше ай өмірімізді өткердік. Концерт деген нәрселерді сағындық. Енді қатая бермей, поддес беріп күліп отырайық. Себебі 50 мыңға билет алып көру анау-мынау адамға емес. Өшірей телефоныңды видеоға алмай, өліп баратсаң ба, ертең шығады ютубқа кіттей күтсең. Арттағы екі қыз пышарласа бермей отырың ілтимас, нәппәлі ол таусалмайтын гәп. Кешіресілер, қызып кетіппен. Сахнада Pegas Show. Қаратау концертінде 40 градуста отырған меймандар, ассалаумалейкум! Жігітлер, Қаратау алтын тойларын атқарат неді? Енді концерттен атқарат мұған ба? Жігітлер, Қаратаудың концертіменен тойлар бір-біріне ұқсайды екен. Қалай? Мысал үшін бар ма? Той басталған кезде ең бірінші қайерге барса? Спискіге. Міне отырған мейманларда 50 мыңнан спискіге жазылып отырды. Тимур, ана жердегі отырған мен салайын ма? Міне салап, мен дейін ба? Олар қыз тәріптегі жеңгелеріміз де болады. Қалай? Мысал үшін күйеу бала келген кезде қаталарын тексеріп кірсе ма? Олардың сондай тексеріп кірседі. Дұрыстай, ана тойлар бар ма, тойны? 5-те кеш бастанады ғой. Мына концерттен сондай ғой, уақытында бастаған күні жоқ. Ай, жігітлер, мына кеше карантинде айрым тойларымыз ұсындай болып өтті ғой. Ана бір тойхананы жаллайды, мына қыз ұзатылға ішінде, бет ашарда ішінде, комсомол тойда ішінде. Ана көйлекке кеткеннен кейін пак той ішінде де юбилейді қызы біледі ғой. Осы концерт болып жатқан залам тап сондай ал. Қандай? Мына наркоманияға қарсы күрес, конституция, концерт, театр, бәрі соның ішінде. Жігітлер, тойдың ақырында келінге вальсі болады ғой. Сол кезде мейманлардың, қонақтардың бәрі қайтып кетеді. Бүгін концерттен сондай болды. Қандай? Концерттің ақырында қауендерімізге деп атқан кезде ол мәхәм өтіп қайтып барады.
жігіттер мынаны ұлуыма байланыстыра алмайсың. Не зат? Бет аша. Бет ашады. Байланыстырып берейін ба? Байланыстырып берейін ба? Мына экранға қара. Ана бетінде смайлигі бар баланы көрдіңіз ба? Соның беті ашылмаған ғой. Кімнің беті ашылмаған дейді? Кімнің беті ашылмаған? Айжеза, ана қызды не үшін алып шықтыңыз? Не үшін сен бастадың? Кетер, анаға бар. Негіз бағана маршрут тоқтатып тұрмын ғой бетім. Суықта қолым қатып қалды. Сөйтіп бет кәдірім ана қыз алдыма шықты да ілініп кетті. Еледе қолынан деп қатқан маған керек. Неге алып жүрсің ана смайлик деп? Жас смайликті ма? Білетін шығарсыз, өткен жылы негізі Қаратау бар едім мен ішінде негізі командада. Бар едім. Әне білет бәрі. Біліп отырсыз оны. Сол кезде бар едім. Қазір жоқпан. Қалқа қарауға бет жоқ, бетім маскамен жауып жүрмін. Зато жақсы болды бұларға. Зато барма не еді, Қаратаудың концерті деп кеп отқан жоқ. Ярыма сол смайликтің артында кім екен деп көруге болдығын аламын. Осы концерттен кейін атым смайлик бас болып кетпесе болады. Айжезаға келген жақсы болды. Расында сахнаға шығып бір қорқып тұрмын рас. Қорқпа. Бәрі өзінің істе адамдар. Бәрі өзінің істе адамдар. Қорқпа, Қарақалпақта мынандай гәп бар. Қандай? Қорққанның. Қорққанның қолынан есат келмейді деген. Әзіклер, нандайан бар он? Қандай? Қорқпа балам. Айжеза, ойнай берме, айтыңда, жүрегің бір түрлі болып барады. Жүрегің бір түрлі болып тұр ма? Жүрегіңе анандай бір маздай бір йод бар да, йод не қандай? Мазға ұстайды йод. Сол жағасынан нормально кешекте сияқты ғой дейсің. Қандай дейді? Маздай йод бар да, йод. Соны жағасынан сол нормально кешекте біздердің. Қандай дейсіз Айжезаға? Маздай йод. Маздай йод деп отпаңыз, мазға ұстайды. Сол жағасынан нормально кетеді болған. Кеше сол маздай йодты алып кетірмем ғой. Сөйтіп сындырып алдым. Дал-дал йод болды жаңағы. Дал-дал болды жаңағы йод. Дал-дал йод болды жаңағы жерде. Қандай дейді Айжезаға? Дал-дал йод. Вообще как это түсінбейді. Дал-дал йод болды деп отпаңыз. Сіздерге бір жақсы бір жаңалықты айтайық. Айжезаға жақында үйленді. Ана үйленгеннен кейін Асадай деген болады ғой. Қайыққа бардыңыз сол уақытта? Мексикаға бардым. Мексикаға барып дене алып қайттық. Ана бір торго деген ойын бар ғой, өгізбенен ойнайтын. Қызық болған шығар. Соны ойнадым. Сөйтіп, өгіз мынадан кейін ұрдыма дейсің. Айжеза, үйлендім деп атыс, балалардың нешеу? Түсіндіріп айтып жатырмын ғой. Өгіз мынадан кейін ұрдыма дейсің. Оны түсіндім аға, балалардан нешеу? Түсіндіріп айтып жатырмын ғой. Өгіз мынадан кейін ұрдыма дейсің. Айжеза, оны сізді айта бермең, ана камера түсіп тұр. ертең телевидениеге шығады ғой. Өгіз түсінбейді ғой оны. Аға, концертке шықтық. Ертең бізде звезда болып кетеміз ғой енді. Өйтіп звезда болу қиын қазір. Қазір ең аңсат жолы бар звезда болып кетудің. Мен звезда. Инстаграм, телеграмға кіретіндер бәрі біледі. Сен бүйтіп, қатты звезда болғың келсе, 3-4 шар аласың, үплейсің, бір қыз тауасың. Сөйтіп бір любой ресторанда барып, жаңағы шарды жарып, бір ойнайсың. Ертесіне сенге звезда мен қалай звезда болсам ба? Сен бүйтіп, бір қыз тауып, ол қыз өзің қыстың сол күні шоктырсын қыз еткенге. Қыз еткенге ма? Қыз еткенге. Сен барып соны құтқарасың. Ертесіне екеуіз алып звезда болып кетесіз, жастар орнына плюс қыласың. Аға, қыстың күні қиын ол. Танысымен қиын болып кетуге бола ма бұлай? Танысуын білесің ба? Білемін. Бұл как раз сен шашыңды өсіріп, ұзын қылып, сөйтіп көк бір киім тауасың, көк шотик тауасың, сөйтіп қыз кеткеннің қасына бар шпагат ашып тұрып, ойнайсың, ертесіне звезда салып. Айжезаға енді қыстың
ақырғы күні ғой, иә. Бүгін концерт ақырғы күні. Мына қыс онша қыстай болмады жақсы, иә. Мына қыстың, мына нөгістің жауатын қары бар ма? Нөгістің жауатын қары мен алып жатқан айлығыма сотаман ғой. Қалай сол? Азанда жауады, әбетке дейін жоқ болып кетеді. Нағараны смайлы қойып кім қойған? Кім қойған? Сөйлесіп алайық. Оң болсын. Омен, біздер дам жеттерсің. Біздер беттеріңізге смайлық қояйық. Рахмет. Қояқ дегенге өйтіп бетке қойып жіберген қолай сұрмады ма? Yaxshi, endi o'tmayman, boshqa joyga qo'yaman. Неге қойдың сен бетке смайлық қойып? На, қара міне, на. Өткен жыл. Бетке қойып жібердім. Неге себеп? Енді сондай болып қалды енді. Жаңағы сырлы мейман болсын деді, спонсор шығып қалды, сол папасы айтты, сол болды. Болады. Сенге жарасады ғой? Жарасады. Неге жарасады ғой? Сенде 30 миллион бар ғой енді. Ақша бар ғой енді. Ақша бар. Қарапайым бұқара әйтеуір. Құдай қаласа біздер концерт береміз. Құдай қаласа береміз. Біз жерде талант жоқ па? Талант бар Бар жерде. Сіз ана, сіз рөлдерді яман жақсы ойнайсыз ғой. Ана, ұялшақ қыздың рөлін ойнап беріп қандай болады? Ұялшақ қыздар ойын ойнайды. Ұялшақ қыздар тойда қайтып ойнайды. Ойбай. Жақсы, ананы ойнап беріп. Бар ма талант? Бар. Кредиті барларды ойнап беріп, тойда қайта ойнайды кредиті барлар. Ауылдағы жеңгелер қайта ойнайды. Құдайға шүкір талант бар біздерде де. Құдайға шүкір біздерден концерт береміз. Берейік па? Берейік па? Береміз. Құдайға шүкір береміз. Вот, қарайын. Командамыз озып кетерсіз дағдайсыз. Олай болса, Мегадағы баулингті ойнап болып, нәскейлерін өзіменен ап кететін Пегас. Кетті! Концертке келген меймандарымызға және құрметті ассалаумағалейкум! Көреміз, екі құрттың сөйлесуі. Сен менің қандай құрт екенін білесің ба? Қандай? Адамдар мені шербей құрт дейді. Мені балық құртуға пайдаланады. Әй, сен мен қандай құрт екенін білесің бе? Халық біліп отыр ғой сен қандай құрт екенін. Бюджетінде ұлыма ақшасы жоқ, қатты қатарып қалған мектеп. Көреміз, белгісіз бір жерде даңғыл халыққа жиналсын қызбадаған ұсайды. Ал, келді ма? Бұқаралар келді ме? Ал, кімде қандай сорау бар? Берің мархабат. Олыма қуатқа сен тротуар оңғанбаған. Ай, Құдайға шүкір, істеп жатыр қай жері? Істеп жатыр? Қара бала ма? Не қылды жаңа? Құдайға шүкір, істеп жатыр қай жерде? Вот сондай сораулар беріңіздер, беріңіздер. Көреміз, жеңісбек Ниязов дискотеканың түпкі клубтарда қосып айтса, қалай болады? Мне не страшно, пойду исполнил я. Хаттыға мәдениет оқысылар, мөкістің үстінен үшіп баратырған сайды. Қытайшыдан құсыларды орақталған екен өріп шетіп алайық. Анекдотты қай жерде айтуды білмей тұрған бала. Бір күні
Москваның адамы, Түркияның адамы, Қарпақтың адамы судың астында тұрып жатысқанда, сөйтіп Москваның адамы 1 сағатта шыққан, Түркияның 2 сағатта шыққан. Қарақалпақта 3 сағат, 4 сағат отырып, деп шыққан. Мал десе, бірінші орында алдым десе, аға, іштарымен қалып деп айтады дейді жаңа. Машина барады зымырап, тоқтамас ойларым сенде. Атасы менен баласының сөйлесуі. Кімнің баласы? Кімнің баласы? Атасының баласы. Кімнің баласы? Атасының баласы. Әжесінің баласы дейсіз ғой. Атасының баласы. Әжесінің баласы. Атасының баласы. Әжесінің баласы. Атасының баласы. Ақылдының атасы. Кімнің атасы? Ақылдының атасы. Не басы? Айтып атырмы атасының баласы? Әжесінің баласы. Атасының баласы. Әжесінің баласы. Бұрынлары кішкентай уақытымызда қонақ қайтқаннан кейін арақты минералды баклажканың ішіне құйып қояды болған. Көреміз, ал сол арақты минерал суымен ішіп қойған бала. Бала. Ай бала. Ана. Қайсың соба, қайсың соба, бір бала ішіп. Мен, мамамнан сен. Мынау неге ондай күндері тұрды және. Әкші, сен ұмытам? Мама, әп жоқ қос ерген, не? Күнделік әпересіз ма? Әптер әпересіз. Ерватсыз. Үшкі әпересіз. Бірақ сіздерге берер бір ақылым. Ұрыспаң. Қырыспаңыз. Ей, не жетпейді, сіздерге не жетпейді? Міне қара, үлкен балаң армияда жүр. Кішкентай балаң міне енді 3-ші класс болып жатыр. Мама, енді қонақтар қайтқаннан кейін баклажка не үйіп жатқан қара кетті. Көреміз, Халқор ансамблінің балалары разборка дейді. Жаңа балалар, қақта. Балалар келем істемеді ғой. Театр ғой өздері. Театр ма? Қане? Мыналарым разборкке шақырған. Ай, жігітлер! Ал мына жігіт ағасы. Балаларын разборкаға жинап келген екен. Алдыларын тосып сөзге салайық. Мақұл. Аспаннан бір қалта түсті теңге пенгесіменен. Разборкеге кеп қапты ғой жеңге пенгесіменен. Ауызына қарап сөйле. Сөзден шығады. Сөйлемесең неден шығады? Сөз пияздың қабығы, төбелессең зейінің ашылады деген. Дұрыс па жігіттер? Конкретно жігітше сөйледің бе жауап бересең енді? Жауап айтсаң ашыбай. Ши түбінен қашыбай. Жусаң жеген жылқыдай, әуліге берме құда бала, жүрегіңді басып айт. Аз қыттай тұрсақ шайыр болып кетеміз, қой төбелеспейміз. Қайт. Қорқты. Біздер қорқан жоқпыз. Біздер үстіндегі міне киімді бүлдіргіміз келмеді. Себебі бұндай. Себебі бұндай миллилік басқа елдерде жоқ. Әйтеуір мынау женский емес пе еді? Женский. Рахмет. Гапымыздың ақырында біз Қаратау командасына өз миннетдаршылығымызды білдіреміз. Не үшін? Себебі біздердің осы 10 минутлық таярлап келген концертімізге 2 сағаттық номер таярлап мейман болып отқан үшін. Рахмет, сіздермен бірге болған Пегашоу командасы болды. Мейманларды шақырамыз.
Hurmatli tomoshabinlar, yana bir marta xush kelibsiz deymiz. Negizi barchangizning xabaringiz bor. Qaratov komandasining konsert bag'darlamasi 2020-yil bo'luvi rejalashtirilgan edi. Biroq pandemiya, karantin sababli konsert qoldirildi. Endi barchamiz sol 2020-yilni eslab monitorga diqqatimizni qaratamiz. Marhamat. Сәлем. Менің атым COVID-19. Мені көп адам коронавирус дейді. Сұрау, мен не үшін бұл жерге келдім? Сіз инсанлардың көп нәрсенің қадіріне жетпегендігіңізден шаршадым. Шаңырақтың ата-ана балаларыңызға көңіл бөлмегеніңізден, уақыт ажыратпағаныңыздан шаршадым. Жетер, сабырдың да шегі бар. Шекарадан шығып кеттіңіз. Маған байма жарлыма, атақлыма атақлы емес пе, жас па қария ма, әйел ме еркек пе, маған барғы жоқ. Себебі мен вируспан. Мен бәрін тоқтаттым. Сіз қадіріне жетпеген жақындарыңыздың қадіріне жету үшін бір-біріңізден алыстаттым. Әттіге қол ұстасып сәлемдесуді де тоқтаттым. Әмме нәрсені пұлменен өлшейтін оларға пұлменен шешілмейтін нәрселері бар екенін білдіргім келді. Өз өмірінен ала келетін оларға таза ауадан дем алудың өзі де бақыт екендігін білдіру үшін маска тақтырдым. Мен қашан кетемен, қашан айланып келемен, бұл тек қана сілерге байланысты. Әммесі өздеріңіздің қолыңызда. Azaptan ettin deymin, енді жүріп ben hayran, Allah'a men ne deymin. Bilmey haram jutkanman, nefs kolundan tutkanman, namazı unutkanman, Allah'a men ne deymin. Nefs артында turganman, kate yolda жүргенмен, жүзім ayıpқа burganman, енді men neler deymin. Bilip anamdı, kapa yittim akimdi, jılattım av anamdı, vah endi men ne deymen. Aklım aldı jananlar, dost tutumdu nadanlar, tez söyleydi jalganlar, Allah'a men ne deymen. Ayıpqa tola turçağım, şokta janar majanım, islemegen men savab, aytın men neler deymen. Оған қарайман қалай, көзде жасым бір талай, Аллаға мен не деймін, Аллаға мен не деймін. Берілдім аумаслықке, опа қылмай опаға, қол ұрғанман зынаға, Аллаға мен не деймін. Aklımda
Ала алмайды пара, енді мен нелер деймін. Әжелден келгенде от, саған десе жәннет жоқ. Денем болар менің шот, сонда мен нелер деймін. Енді мен нелер деймін. Күнәлар көп, сауап жоқ, сораулар көп, жауап жоқ. Менен өтер надан жоқ, Аллаға мен не деймін. Қате екен мен білсем, дуалар қылсам әрдем. Қабыл қылмаса тәубем, айтың мен нелер деймін. Аллаға мен не деймін, айтың мен нелер деймін. Дастан Бектурсинов. Қошеметлер. Әлбетте еліміз бұл апатлардан әсте-әсте құтылып келмекте. Әрқашанда еліміз тыныш, аспанымыз ашық болсын. Ешқандай вирус, ауру біздерге жоламасын. Демек, давам етеміз, әзіздер. Концертімізді шөлкеместіруге біздерге жақыннан жәрдем берген инсанлар бар. Оларды айтып өтпесек болмайды. Біз өз міндеттаршылығымызды білдіреміз. Демек, Қарақалпақстан Республикасы Мәдениет Министрлігі. Қошемет болсын. Узбек концерт мемлекеттік мекемесі Қарақалпақстан Республикасы бөліміне Нукус шоу-бизнес жауапкершілігі шекленген жәмиет. Концертіміз продюсері Бердақ Қалыбеков. Администратор Мақсуд Жундуллаев. Сахна артында үлкен жәрдем беріп отырған Тимур Султамратов. Қосқыларымызды сөйде жәрдем берген Алишер Утешев студиясына. Әмде қауендеріміз Ауа Груп компаниясына өз міндеттаршылығымызды білдіреміз. Рахмет айтып қаламыз. Негіз бағана ең ақырында айтамыз деп келісіп едік бұзатты. Содан кейін жаңа айтып отқанымыз себебі бағана 12-дегі сеансында сөйтіп айтамыз деп кейде өздерімізге айттық рас екейді. Сол үшін әзір айтып қойық деп атымыз тоғыз сөздеген еттеміз. Енді біз білен сахнада бірге рөл ойнайтын бір жас бір қыз ба жігіт пе керек. Кім бар жүрегінде оты бар. Қосылып ойнайды. Молодец, кел. О, шапалақ болсын. Блогер емессің бе телефон көшіп? Енді тайырлап қойған болуы мүмкін деген сұрақ пайда болды. Неге бағана топ бар еді, бізде лақтыруымыз керек, жоқ шығар о топ. Залға сахнаға лақтырып алып кетіп қалды ол адам. Ой, қабыл. Енді таныс деп ойлап қалу, таныс емес пе ешқандай танысамыз. Атыңыз? Шамұрат. Шамұрат. Бізбенен қосылып ойнаймыз. Сізді арнайы шақырып, соқта шығып келуіміз керек. Қандай уақытта, қандай шақыратынын өзіміз айтамыз. Ой, отырып тұр мен оған. Шабалақ болсын біздердің актеріміз. Бар ма және қатынасады? Жасыл гүлдерде кім бар? Жасыл гүлдеу, кішкентай бала емес. Қыз болса да бар ма? Қыз, жігіт. Қане, арт беттерде жоқ па? О, мына жігіт орнына тұрсын. Таныс емес қой? Бол. Атың кім? Ильяс. Ильяс? О, дайын тұр шақырамыз, ақша ма? Шабалақ болсын, рахметіміз. My5 телеканалын әмдеңіз білсеңіз керек. My5 телеканалында Маркази студия деген көрсету бар. Көз алдымызға келтіреміз. Ане сол Маркази студия Нүкіске келіпті. Мархамат, тамаша еді. Атырапта гәплер де көп, гәпшілер де көп. Олардың бәршесіне құлақ салсақ, бізде ешқашан адам болмаймыз. Ассаламу алейкум, туырыдан туыры эфирде Маркази студия. Біз Нүкістеміз достар. Әзіздер, қаддыңыз қам, қадіріңіз тік болсын. Тік болғанда қандай ба? Тік ұстау керек та, сол кезде сұлу көрінесіз. Давам етеміз. Әзіздер, жәмиетімізде сондай инсанлар бар, алиментті өзінің бизнесіне айналдырған инсанлар бар.
Сіздерменен бүгін сол хақында сөйлесеміз. Демек студиямыз мейманы Азиза Назарова, мархамат. Азиза, хош келіпсіз. Рахмет. Біз сіз жолдаған хатты көрдік, оқыдық. Қалай почеркі нормально ма екен? Өзіңіз жаздыңыз ба? Біреуге жаздырмадым ғой. Хош келіпсіз. Сіз жолдаған хатта күйеуім мені күнде ұра береді, күнде маған азап беріп атырыпты деген екенсіз. Бұған не себеп болды? Арақ ішсе ұрады, е? Оған? Сөйтіп? Сіз оған айтпадыңыз ба? Ау, күйеуім, өйтіп ұрыспайық, біз бір семья болдық, енді біз жақсы жасауымыз керек деп айтпадыңыз ба? Айттым. Не деді? Не деді? Аузың айырамын. Сосын не болды? Бардық ұйқылап қалды. Сосын не болды? Ұйқылап қалды. Не қылсам екенін қарап отырсам, столдың астында бір ярым шеше ашылмай тұрған арақ бар екен. Арақ бар демек. Ашылмай тұрған арақ. Столдың астында арақтың ашылды деп ярымын төктімді деп қойдым. Мен сізді түсіндім. Демек сіз арақтың ярымын төгіп, күйеуім әсте осылай арақты қояды деп ойлағансыз ғой. Қолына төксе құрады ғой. Сіз өзіңіз тұрмысқа шығып кеткен аймақтың Дамкомнан жәрдем сұрамадыңыз ба? Сұрадым. Не деді? Келді. Дамкомнан жәрдем сұрадым, келді. Үлкен жәрдем бітті ол. Қандай жәрдем берді? Дамкомнан келді де жаңағы ярым шарақты қайтадан кістай төгіп берді. Не үшін үлкен жәрдем бұл? Сіздің сөзіңізге қарасақ, Дамком сізге дұрыс жәрдем көрсетпеген ұқсайды. Бұл мәселеге айдылық кіріту мақсатында студиямыз төріне сіз тұрмысқа шығып кеткен аймақтың Дамкомын бірат етеміз. Мархамат! Ассалаумағалейкум, қош келіпсіз. Сіз бұл қызды танисыз ба? Оны бүткіл аймақтан еді. Аузына қарап сөйле, ей. Аузына қарап сөйле. Тоқтан. Ашуым келеді да. Бұл не өдейді десейші? Не өдейді? Бұл өзі тек бір баласы бар да бұның. Бір баласы бар. Енді тумаған әлі 3 баласы бар. Қоласы тумаған балаларына алимент талап етті. Енді бұған қандай жәрдем? Демек 4 балаға алимент сұрап отыр. 4 бала болғанда тумаған балаларына алимент сұрап отыр. Бұл қалай болғаны? Мен күйеуіммен келісіп алдым сол уақытта. Сен бака төрдігіне төлеп тұра бер, мен қағанды тауып беремін деді. Бұл не болғаны өзі бұл? Білмеймін ғой не болған мұнан. Сен бар ғой ұлыма, жұмыс бітірмейсен. Олма жұмыс жоқ сілерде да. Мен аймағыңды білемін сен. Құры жәрдем берді, анау дейді. 3 мәрте бардым бұған. 3 мәрте жәрдем берді, қағанда жәрдем берді. 3 мәрте жәрдем берді ме? Берді. Енді 3 мәрте жәрдем бергенде қандай жәрдем беру керек саған өзі, Қандай жәрдем беру керек? Жәрдем бер, кем тәмінлегенбіз, жәрдем бер деп бересің. Бірінші адам бар ма адам? Өзі шығару керек кем тәмінлегенде жәрдем беру. Демек кем тәмінлегенлікті өзін шығару керек. Өзін шығару керек. Егер өзін шығармаса, мемлекет шығара алмайды оны. Қойшы. Қойса. Басқа қандай жәрдемлер көрсеттіңіз? Сен қаяқтан білесің да, мен аймағымды жасамайсың ғой. Мен білемін. Сен мына аймағыңды пасуева беріп жатырмыз, уход беріп жатыр. Құдайым өлім есеп беріп жатқан жоқса. Қаяқтан білесің оны? Есеп бермейсің, мен аймағын білемін бұрын. Қаяқтан білесің сен, мен аймағымды жасамайсың ғой. Мен сенің аймағыңа тұрмысқа шығып көрдім, пайдасы жоқ. Мен сондай Дамкомдардың жұмысы істемейме, сол аймақ, әр аймаққа тұрмысқа шығып деп білемін. Айналайын-ау сен ол Дамкомдардың несін тексерген үшін өзің денсаулығын білесің ғой сен. Мен денсаулығым жұмысым болмасын. Өзім білемін мен. Мыналардың ажырасып кеткеніне бір себеп білемін мен. Қандай себеп? Соны айтың. Бұл және бір тұрмысқа шығады да. Сөйтіп той болып отқан оқырана Дижи Мирам деген қосшы келе ме? Өйтіп сол жаңағы сағыныш деген қосысын айтады. Сөйтіп сағыныш дегенде мынау жаңағы бұрынғы байы ядына түсіп сөйтіп үлкен дау болады. Демек Дижи Мирам себепші болған.
Олай болса бұл мәселені және бір мәрте айдынлық кірту мақсатында ортамызға қосықшы DJ Мираны мұрат етеміз, мархамат. Айза, привет. Қош келіпсіз, DJ Миран, сіз бұл қызды танисыз ба? Постоянно клиент қой? Таниды бәрі, связы бола бір-біріне. Постоянно клиент дейді, оғалай болғаны? Енді той болса да, итінің туғаны болса да, заказ етеміз. Мен неше тойым болса бәрін сауып берген сол. Демек, сіз әр бір тойыңызға бұл инсан келген. DJ Миран, демек, сіз бұл инсанның сізді деп күйеуімен ажырасқанын біліп, Қазақстанға қашып кеткеніңіз рас па? Чизгари болдым. Чизгари деген қашқан ол, е? Қашқан. Құдайдың өлімі ешек қашқан жоқ. Үйінде столдың астына тығылып жатты. Айтпа, ешкім айтпа дедім ғой саған. Демек, онда неге қайтып келдіңіз? Бәрі басты болған шығар деп ойлаймын ғой. Ендігі тойына қайттан шақырып қалама деп. Сіз қателескенсіз, бұл проблема басты болмаған, бұл проблема оға да үлкейіп кеткен. Енді Қазақстанға чизгари боласың, енді боласың. Енді чизгари боласыз. Зорға бір ауыл сағым керек. Ой, неме баяғы нөмір десем бе? Мұналардың ауызы бірге ұқсайды ғой. Ауызы бір бәрі чизгари шығады, әркімнің ауызы өзінде тұрды. Не болғаны болар? Екеуіңіздің аузыңыз бір екен. Бұл мәселені айдылық кірту мақсатында сіз тұрмысқа шыққан аймақтың участковойын мұрат етсек. Мархамат, участковой. Алло. Баса, жұмыс деген баса, ой. Қол тимейді, әзірен бір жерге шақырып тұр, барады жер жоқ. Яшаш өзім жатырмын. Не болды? Гуляның үйінде игра болады, соған 100 мыңнан жинап жатырмыз. Не болады басқа? Оған қосыламан дедім ғой, болды ғой, болды. Тоқтар, участковой. Орыңызға отырың. Сізге сұраулар бар. Сіз баса, тез айтшы, тез. Сіз үйленгенсіз ба? Хабарым жоқ, баса жұмыстым. Үйлендім бе не? Үйде бір тойдың дискеті бар, сол мен шығар, үйленген шығарман, тош. Баса, жұмыс деген, мына звонок келіп жатыр. Қой тұрың. Студиямызда қоңырау келіп жатыр, участковой сіз жауап бересіз, мархамат. Алло. Ассаламалейкум. Участковой сіз ба? Участковой аға? Мен сіздің аймағыңыздағы жалғыз басыл әйелімін ғой. Мен қорқып отырмын. Қорқып атпан дей ма? Қорқып отырмын үйде бір өзім. Қорқып атсаң, паспан шақырсың ғой, енді паспан жүртті ғой, шақыршыш паспан. Сол паспаннан қорқып отырмын мен. 3 күннен бері үйімде отыр. Я кетпейді, я қоймайды. Айтыңыза мынаған. Өзі қорқып атпан деп паспан шақырады. Паспаннан барып жатып алған шығар, қорқып атыр деп. Және бір мәрте қоңырау келіп жатыр, участковой сіз жауап бересіз. Айтып тұр, жұмыс деген баса. Алло. Назланбай сөйле, тез сөйле, уақыт жоқ. Участковой аға. Менің күйеуім 3 күннен бері үйде жоқ. Күйеуің паспан емес пе? Паспан қаяқтан білесіз? Біреу қорқып атыр, соң үйде жатыр бол. Мен үйде қайуан паспан сен. Сенен біреу қорқып атқан, біреу тауып алды, соң үйде барса болды. Мен ауыр тойымен жұмыс деген баса. Не болып жатыр өзі? Не зат? Бұл қаял күйеуіменен орысып күйеуі азап беріп жатқан. Сіз бұның күйеуімен шұғылданбадыңыз ба? Күйеуімен сөйлестім, жақсы жігіт күйеу деген, жақсы жігіт, әзір 3 жерде отырыпты сол күйеуі. Олай болса, бұл мәселені айдылық күрту мәселені күйеуін шақырсақ. Күйеу кесін, пожалуйста. Мархамат. Отырыпты күйеу. Келің. Мынау. Ұсындай күйеулерге хайран қаламан да, қатын яқта қырылып жатыр, өзі отырыпты да. Тағы мен ба деп мойын алмай отырған қараңыз. Не болды? Неге ұрысып қалдың? Отырың, мархамат. Масын шешіп берекет, түрін танымасын деп. Не болды? Айтсын, қатынын танисың ба? Сіз қош келіпсіз. Қатыныңыз танисыз ба әйтеуір? Кім? Не болды? Неге ұрысып жүрсің? Неге ұрысып? Сіз күнде ішіп келіп азап береді екенсіз. Күнде келіп ішіп келіп ұрады екенсіз. Сол рас па? Рас. Не ғой, сұрауда? Тек ішіпке бұрасам ба, ішпейге бұрған күлерін болған ба? Тек арақ ішкен уақытта жаңа қозы иманы қолын.
Қызықта енді адамда қызық. Өзімді закускін дұрыстап даярамайды да. Закускін дұрыстап даярамай, екеуі жеме деймін да бұл. Арақ мен жеген екен мынаны. Ал мынау сұп-сұлу бала ғой, не айтасың кетті мынаны? Танымаймын ау бұны. Бірақ қаяқта тарайды? Күнде бір өнет ет. Қаяқта тарайды? Не ішсеген айыра алмайын бір. Бірақ мына тигенде бүкусі нормальный болған екен да. Тоқтап тұр. Мен өзімнен танымаймын да. Мына күйеуі шық десе шыға береміз, кімнің қатынынан шық десе шыға береміз. Бұларда қарамаймын ба? Күліп отыр ма? Мәз ғой мынау. Күлмейді ма? Күнде іше берген крышасы кетіп мысалы. Түсінбедім ау. Демек сіздің 4 балаңыз бар екен, бұдан хабарыңыз бар ма? Үшеуі Көрдің бе? Мәз сонда күліп айтады. Не жоқ бұда? Не işiniz var екенін білмейді ол. Болмайды. Орнына бір қазіргі уақытта мына хаяллармен шұғылданған жен себетіміз бар ғой. Дұрыс. Жен себет шақырса береке тап шешеді. Демек хаяллармен шұғылдану үшін ортамызға сіз тұрмысқа шығып кеткен аймақтың жен себетін шақырамыз. Мархамат, жен себеті ортаға. Тұр, не отсың? Қош келіпсіз, жен совет. Ай, сізден бір сұрағайын демем, бір совет сұрағайын демем. Совет? Не совет? Жен совет. Жен совет, қош келіпсіз. Сіз бұл күндерде нелермен бәнсіз, қандай жұмыслар істеп жатырсыз? Енді мен бұл күндері аймағымыздағы ана жалғыз басы әйелдер, жаңағы байдан қайтып келген әйелдер, сол әйелдердің бәрін документін жинап, әмнесін участковыйға тапсырамын. Түсінбедім. Участковый, сіз ол тізімде қыласыз? Сіздердің көрсетіңіз болмайды дегенде алдынан сұрау беріп қояды бұл башында еді мынау. Біздерге айтады, жен себетпен бірге ішлесін дейді. Ал ішлесетін болсақ, енді басқа не сұраймын одан? Сондай тізім бер демеймін, ол маған тізім берейін. О тізімде қыласыз? Дампонға беремін. Кәп дамкомда екен ғой, дамком сіз не қыласыз онда? Енді жаңағы сіз не қыласыз деп, мен жаңағы тізімді аламын. Ал? Енді мына басқа жұмыстарым бар ғой менің. Жен себет шұғылған үшін сонымен деп жен себетке беріп қайтты. Тоқта, жен совет, сіз не қыласыз о тізімді? Не қыласыз деп береді ол мынау? Что-то маған бермей сенбесе? Сіз араласпай отырың, байыңызды еплеп алың. Сен өзің сол тізімнен шығып ал бірінші, кейіннен береміз саған. Ал мен жинап бәрі мына участковыйға беремін бұған не? Участковый, сіз не қыласыз ол тізімді? Ойбо. Айттым ғой, жұмыс жоқ бұлар, жұмыс істемейді бұлар. Дамкомнан басқа кімді айтсам екен не басқа? Жауап берің, сұраудан қашпаң. Берген адамды айтта қойдан не? Мен аламан сөйт дамкомға берем, бол құтылмаймын мен, білмеймін. Дамком, сіз не қыласыз оны? Мен аламан анаған беремін болған. Ой, документ айланды ғом жерден, Не қыл дейді? Документ айланды. Айланды? Тағы бір айланды жіберейік бе? Қой, кәйп болып қалармыз. Отырсатын. Ай, мынау қатыннан қорғат кен. Нағаршы сумпысын бәрін ұстап тұрғай оны не қорға. Жен совет, сіз бір өміріңізден келіп шығып, бұл хаялға үлгі болып, айтпадыңыз ба тыныш жаса деп өзіңіздің өміріңізден келіп шыққан қалды? Мен қалайдым оны? Мен қалайдым? Өзім ажырасып біткен оны. Қалайдым оны? Күйеуім жоқ қой өзі. Жен советтің қадыры. Сіз, участковый, сіз айтпадыңыз ба өзіңіздің өміріңізден келіп шығып бұған? Жаңа айтты ғой ажырасып кеттік деп. Сонда сіздер алдын тұрмыста болғансыз ба? Сондай жоқ па? Хотя бы дамком сіздің қатыныңыз бар жа? Құдайға шүкір қатыным бар. Ай, менің ажапамды қатын деме. Менің ажапамның өмірлік жолдасым де, хаялым де, түсіндің бе? Тоқтан түсінбедім, сіздің ажапаңызды дамком алып отыр ма? Жезді қой ол? Мына балызым ғой мен. Ой, жезді қой, содан кейін мен сөйлге кіргізіп қойым. Мынау мен бажам мынау. О, бажа кен? Өз-өзім жинап қапсың. Бәріңіз бір үйде жасамайсыз ба? Өз-өзім жинап қапсың, бір бензин жіберейік па? Мен әстен жүре берейін.
Қайға жүресіз? Сіз баста өзіңіз проблеманы шешіп алың, кейін мені шақырып. Бола ма? Қайға барасыз? Тойым бар еді, бүгін тұрмысқа шығуым керек еді. Тоқтап тұрың. Олай болса сіз Дамком, мына жерде проблемаңыз тым үлкен екен. Соны өздеріңіз жүргізіп, Дамком сіз жүргізіп, соны шешіп алың. Мен де кете берейін. Сен қайқа баратсың енді? Тойым бар еді. Не той ол? Анаған үйленіп отпан ғой. Сен ап жүресің ғой. Ал кете берейін. Сен қайқа барасың? Тойым бар еді. Кіммен? Маумен жүр. Бажеке сондай дейсің. Бажеке күле сарлаға. Осындай да. Біреу біреуге тапсырады. Мен біреуге тапсырамын. Ол біреуге тапсырады. Содан кейін бұндай проблема жолмайды. Әркім өзінің неғып жүрген бірінші өзі біліп алу керек. Осындай жастарымыз көпшілік сериалдарды көреді, киноларды көреді. Солардың менталитетіне қызығады. Солардай болғысы келеді. Дұрыс па? Дұрыс. Құрметті жастар, сериалдар, кинофильмдер әммесі жақсылықпен таусылады. Бірақ бір затты ұмытпаңыз. Реал өмірде әммесі адам жақсылықпен таусыла бермейді. Біз бұл концертті беру үшін көп қана маслихатлестік, көп қана ойланыстар болды. Соның ішінде біздерге қауендерге етіп отқан Ауа Group деген компания бар. Яғни ол өз бизнесіңізді бастауға жәрдем береді. Қалеген үскінеңізді алып келіп бизнесіңізді бастасаңыз болады. Сол бизнес бастаушынан барып көп жүрдік. Кейін ол айтты, бірінші концерт беріп алып, одан кейін бизнес болады деді. Біздер көпшілік қонақтарымыз, зеректер көріп-талауының ықылас бетлері, ағаларымыз, апаларымыздың берен ұсыныстарымен ұс команданы ашты. Себебі біздерге көпшіліктер сұрау береді. Қазақстанда Нысана деген команда бар дейді. Ташкентте Миллион, Браво, Дизайн деген командалар бар. Не үшін Қарақалпақтыда сондай команда болмайды деп сұрау береді. Біз ойландық. О, рахмет. Көп ойландық, ойлап қарасақ, бізде сол біздің Қарақалпақ халқыда Миллиондай, Браводай, Нысанадай командаларды көруге лайықсыз расын айтайық. Бүгін Қаратау командасы бірінші концерті. Азыр біздер өздерімізі жаңа ғана тай-тай басып жатырған кішкентай балаға негіздеп тұрмыз. Кішкентай бала тай-тай басып жүрген уақытта оның тұсауын кеседі. Біздер тұсауын кесу үшін міне сіздердің қолыңызды беріп қойыппыз. Біздердің ертең қандай адам болуымыз, қандай команда болуымыз, бұл тек қана сіздердің өздеріңіздің қолдарыңызда. Концертімізді шөкемдестерге жақыннан берген бәрше ағаларымызға, апаларымызға, осы театр жамаатіне, Қарақалпақстан Республикасының мәдениет министрлігіне, және де Өзбек концерт, Нүкіш шоу-бизнес орайына, және де продюсеріміз Бердақ Қалибековке мәрат етсек үш жерде рахметімізді айтып қаламыз. Администратор Мақсұт ағамыз қайда? Мақсұт ағаға да рахметімізді айтамыз. Онан соң концертіміздің режиссері Тимур Сұлтанмұратов. Қол шапалақлармен ілтимас, қолдап қуатлап тұрамыз. Келеміз. Бердаға келеміз. Шапалақ, қолдап қуатлап тұрамыз, достар. Қаттырақ. Және де Пегас Шоу командасына рахметімізді айтып қаламыз. Келеміз, Пегас Шоу. Қарақалпақ эстрада жұлдыздарына Әрепбай ағамызға рахметімізді айтамыз. DJ Миран рахметімізді айтып қаламыз. Алишер Өтешевқа, бәрше осы концертте деп жан күйдірген бәршеге рахметімізді айтып қаламыз. Сахна артындағы минет бәрі ешкімге көрмейді. Сахнаның артында көп минеттер болып өтеді. Сол сахна артындағы минеттер
Mine осы ағаларымыз ham dostlarımız arkasında. Biz bunun ne demekçimiz? Xudo qalasi tez kunde осы sahnada Nöks'te және de Qaratau komandasının konsertinde görüşkenше hoş sağ, salamat bolinglar. Barchaga rahmatimizni aytib qolamiz. Sağ bo'lin. Rahmat. Bu dünyada komanda ko'p, bir-birining o'gidim. Sizdek xalqim sağ bo'lsin, bizden hazır ko't etim. O'ylab o'lib har doim baxtimizga sağ bo'lib, sizlar uchun xizmatda qara qalban, qara Barchaga rahmat, yaxshi kunda ko'rishguncha. Salomat bo'ling.